Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай жұмсақ болып шығатын панкейктердің рецептісін ұсынамын. Ол үшін видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, ұн, қант, жұмыртқа, сары май және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантты қосып, жақсылап қантымыз ерігенше венчикпен жақсылап араластырамыз. Жақсылап мұқият қантымызды ертіп аламыз. Араластырып болдық. Келесіде үстіне ертілген сары майды құямыз және араластырамыз. Келесіде жылы сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болсын. Және тағы араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Осы ұнның үстіне қопсытқышты қосып, екеуін бірге жақсылап араластырып жібереміз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге описанияға жазып қалдыратын боламын. Мінекей қоспамызға ұнды 2-3 бөле отырып саламыз және де жақсылап араластырамыз. Біздің қоспамызда түйіршіктер қалмайтындай етіп өте мұқият араластырамыз. Араластырып болдық. Неге осындай қоспа шықты бізде? Табамызды отқа қоямыз. Бір ас қасықта немесе осындай кішкене ожаудың көмегімен, кезегімен осылай құйып шығамыз. Шетінен құйып отырамыз. Отты ақырын қоямыз. Өте тез дайын болады, достар. Беті осылай, міне, тесіктер пайда бола бастаған кезде келесі бетіне аударамыз. Отты ақырынға қоямыз. Мінекей ешқандай күймейді, ешқандай жабыспайды, оңай алынады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, ешқандай өкінбейсіздер. Өте оңай дайын болады. Мінекей бізде дайын болды. Шетінен осылай ала береміз.
дәл жаңағындай қайталап шетінен құйып шығамыз. Мінекей достар, біздің жұмсақ панкейктеріміз дайын болды. Сіздер де жасап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін, еш өкінбейсіздер. Сонда керемет болып шығады. Таңғы асқа жасап берсеңіздер, тез дайын болады. Барлықтарыңызға ас болсын.